Саламатсыздар. Модульдің атауы КМ07 дәрілік заттарды мал организмге енгізу жолдары. Пәннің атауы фармакология рецептурасымен. Сабақтың тақырыбы дәрілік заттарды мал организміне енгізу. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дәрілік заттардың организмге ену жолдары. Сабақтың мақсаты дәрілік заттардың организмге ену жолдарын анықтау. Бүгінгі сабақта нені білуіміз керек? Ауыз қуысы арқылы дәрі-дәрмектерді енгізу, танауға дәрі-дәрмектерді енгізу, тері астына бұлшық етке дәрі-дәрмектерді енгізу, күре тамырға, құрсақ қуысына дәрі-дәрмектерді енгізу, тікшекке енгізу, желінге дәрі-дәрмектерді енгізу. Дәрілік препараттарды енгізу екі жолмен жүргізіледі. Энтеральды және параэнтеральды. Энтеральды ас қорыту жолы арқылы ауыз қуысы, тікшек, 12 шек, қатпаршақ арқылы жүргізіледі. Ал параэнтеральды ас қорыту жолынан тыс, тері асты, тері ұшы, іші, бұлшық ет, вена тамыры, артерия тамыры, құрсақ қуысы, тыныс алу жолдары, уретральды, интракардиальды және тағы да басқа енгізу арқылы жүзеге асады. Тікшекке 40% глюкоза ертіндісін қоянға енгізу үшін спиртовканы немесе ұшы резиналы шприцпен 10 мл дене температурасына дейін қыздырылған глюкоза ертіндісін саламыз. Тікшек ұшына вазелин майын жағамыз да тікшекке енгізіп ертіндіні жібереміз. Сұйықтық кері аққан жағдайда құйрығын анусты жабамыз. Бұлшық етке енгізу. Дәрілік заттардың бұлшық етке еккенде тері асты арқылы еккенге қарағанда организмге тез сіңеді және ұлпаларды тітіркендіретін әсері әлсіз болады. Күре тамырға енгізу. Артерияға қарағанда дәрілік заттардың күре тамырына еккен біршама оңайлау келеді. Бұл жолмен еккенде дәрілік заттардың барлық мөлшерлері бірден тез арада әсер етеді және әсер ету үшін оңай реттеуге болады. Бірақ күре тамырға егілген дәрілік заттар қанға және жүрекке күшті әсер етеді. Сол себепті бұл әдіс аса қажет болған жағдайда ғана қолданылады. Мысалы, жануарларға жедел жәрдем керек болғанда, қанда мекендейтін паразиттерді жоюға және әдістермен тез ыдырап бүлінетін заттарды еккенге және тағы да басқа жағдайда қолданады. Дәрілік заттардың мөлшері ішке бергенге қарағанда 2-4 есе кем болады. Артерия қан тамырына енгізу. Резорбциялау тұрғысынан қарағанда ең жақсы егу жолдарының бірі артерия қан тамырына егу болып табылады. Өкінішке орай бұл егу жолының техникасы өте күрделі. Өйткені артериялар өте тереңде орналасқандықтан оларды табу қиынға түседі. Дұрыс екпесе артерия жарылып қан кетуі мүмкін. Құрсақ қуысына енгізу. Дәрілік заттар құрсақ қуысы арқылы көп жағдайларда малға беріледі. Өйткені оларда ірі малға қарағанда резорбция толық әрі жылдам жүреді. Құрсақ қуысына енгізілген дәрілік заттар қанға сіңерде қақпа венасына бармайды. Ересек жануарларға қарағанда жас төлде сіңу процесі қарқынды жүреді. Тыныс алу жолдарына енгізу. Газ тәрізді заттар тыныс алу жолдары арқылы беріледі. Сұйық күйінде дәрілік заттар тыныс жолдары арқылы сирек беріледі. Ірі бөлшекті аэрозольді альвеоларға жетпей, кілегейлі қабықта қалады. Ұсақ бөлшекті аэрозоль альвеолдарға дейін жетеді, бірақ оларды жиі қолдануға болмайды. Себебі олар альвеолдың нәзік мембрананы қабатын зақымдайды және тыныс алуды бұзады. Ингаляциялық дәрілік заттар қандай жолмен болсын айналадағы жануарларға әсерін тигізбей қоймайды. Ингаляциялық жолмен енгізілген дәрілік заттар өкпе венасы арқылы жүректің сол жақ бөлігіне жетеді және кардиотоксикалық әсері болуы мүмкін.
Себебі тыныс алу жолдарындағы кілегейлі қабықтардың тітіркенуі тыныс алуға, жүрек жұмысына және қан қысымына рефлекторлы түрде қолайсыз әсер етеді. Ингаляциялық дәрілік заттардың ішінде аэрозольдардың маңызы ерекше. Препараттың қасиетіне қарай аэрозольді әртүрлі жолдар арқылы егеді. Аэрозольді кеңінен мал шаруашылығында тері ауруларына және гельминттерге, паразиттерге қарсы дезинфекция үшін қолданады. Омыртқа каналының кеңістігіне қажетті жағдайда дәрілік затты енгізеді. Бұл енгізу жолы жергілікті жансыздандыруда қолданылады, яғни жұлынға гемоэнцефалдық барьер арқылы қиын енетін дәрілік затты енгізеді. Ерітіндіні енгізбес бұрын ондағы қысым тұрақтылығын сақтау мақсатында ішінен ерітіндіге сәйкес келетін сұйықтықты ағызып тастау керек. Енгізу кезінде дәрілік заттың жергілікті әсері орталық жүйке жүйесінде айқын білінеді және белгілі бір мөлшерде ғана қанға сіңеді. Ветеринарияда дәрілік заттарды тері мен кілегейлі қабықтан тыс сыртқа енгізу жолы жиі тағайындалады. Дәріні жергілікті жерге қолданудағы стратегия қолданылған орында олардың молекулалары ұзақ тіркеледі. Осы кезде олардың жергілікті ғана емес, резерптивті әсер етеді, бірақ жарақаттанбаған терінің сіңіруі қабілеті төмен болады. Терідегі ерекшелік липоидта жақсы еритін 10 май тектес заттары дәрілік заттың сіңуіне жағдай жасайды. Ұшқыр және газ тәрізді заттар тері арқылы да сіңеді. Суда еритін дәрілік заттар теріге сіңбейді, сонымен қатар кері әсер көрсетпейді. Теріде сіңу процесі баяу жүреді. Тері жарақаттанғанда температура көтерілгенде қабыну кезінде сіңу процесі біршама үдей түседі. Дәрілік зат жараға, ойық жараға, жұқа тері қабатына жаққанда интенсивті әсер етеді. Дәрінің қанға сіңуін тездету үшін теріге қыша майын, скипидар, сынап қосылыстарын және тағы басқа жағуға болады. Көптеген дәрілік заттар кілегейлі қабатта жақсы сіңеді. Көз конъюнктивасы, мұрын, жұтқыншақ, трахея, несебағар және тағы басқа кілегейлі қабаттары жақсы сіңу қабілетіне ие. Сулы ертінділер жатыр, қынап, қуық кілегейлі қабаттарында нашар сіңеді. Бірақ жатырда төлдеуден кейін дәрілік заттар жақсы сіңеді. Ауыз қуысында дәрілер ұзақ уақытта болса да тез сіңеді. Конъюнктиваларда қақпа 2-3 тамшы дәрілік зат ертіндісін сыяды және сол мөлшерде енгізу керек. Дәрілік ертінділер конъюнктиваға тез сіңеді және кей жағдайларда аз уақытта әсер етеді. Ұзақ уақытқа әсер ету үшін жақпа майы немесе арнайы пленкалар қолданылады. Мұрын, жұтқыншақ, бронх, кілегейлі қабаттарына аэрозоль түріндегі дәрілерді қолданады. Мұндай жағдайларда кілегейлі қабаттардың тітіркендіретін заттар қолдануға болмайды. Дәрілік заттарды кілегейлі қабатқа жергілікті әсер ету үшін кей кездерде резорптивті әсер үшін енгізеді. Дәрілік заттарды көрсеткіштеріне қарай интракардиальды және де өкпеге несеп каналы арқылы енгізуге болады. Организмге дәрілік препаратты енгізудің көптеген жолдары бар. Әр жағдайда дәрігер ең тиімді жолын таңдау қажет. Енгізу жолын таңдағанда дәрілік заттың сіңу жылдамдығы ғана емес, оның қанға толық түсуі, тығыздығы және емдік әсердің білінуі және де енгізгенде пайда болу мүмкін рефлекстер ескеріледі. Дәрі-дәрмектерді қолдану жолдары. Ветеринарияда пайдаланылатын дәрілік заттар мен биологиялық препараттар өндіріске және қолдануға мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін ғана жіберіледі. Ветеринарияда пайдаланылатын дәрілік заттар мен биологиялық препараттардың айналымы, оны өндіру, әкелуді, тасымалдау, сату, қолдану, жою қоса алғанда міндетті түрде ветеринариялық қадағалауға жатады.
Ауыз қуысы арқылы қатты сұйық жұмсақ дәрілік формалар қасықтап, бутылканың воронканың көмегімен ауыз қуысына жіберіледі. Ауыз қуысы арқылы қатты тітіркендіргіш, күйдіргіш дәрілік заттар берілмейді. Ауыз қуысы арқылы берілген дәрілік заттардың берілу жолдарын толық сақтау керек. Асқазанға жіберу жолдары мұрын қуысы арқылы резинка шлангының немесе зондтың көмегімен сұйық дәрілік формалар бірден асқазанға жібереді. Тік шекке жіберу. Асқазан мен ішектің өте қатты өзгерістерге ұшырайтын дәрілік заттар, жұмсақ формалар тік шекке жіберілгенде немесе клизма жасалынады. Тас қарынға жіберу, қарынды сыртынан арнайы инемен тесу арқылы бірден тас қарынға жіберіледі. Тері астына суда жасалған ерітінділер аз мөлшерде жібереді, спиртпен жасалынған ерітінділерді жіберуге болмайды. Дәрінің әсері 10-15 минуттен кейін басталады. Ірі қарамалға, мойынға, күре тамырының жанына жіберіледі. Қой ешкілерде артқы аяқтың ішкі жағына жіберіледі. Ит пен мысыққа артқы аяқ пен дененің ортасына жіберіледі. Бұлшық етке суда, майда, спиртте жасалған ерітінділер жіберіледі. Барлық малдарда жамбасы етіне немесе иыққа, құстарда кеуде еттеріне жіберіледі. Дәрінің әсер етуі 2-5 минут кейіннен басталады. Қан тамырына жіберу. Дәрілік зат негізінен вена қан тамырына жібереді. Дәрілер өте жай жіберіледі, ауа тамшылары кетіп қалмауынан бақылау керек. Жылқы, сиырда, түйеде күре тамырға мойынның ортасына жіберіледі. Ұсақ малдарға күре тамырға немесе қарынның ішкі жағындағы венаға жіберіледі. Шошқаға құлақ венасына, иттерге алдыңғы және артқы аяқтың ішкі жақтағы венасына жіберіледі. Жылқы, сиырда, түйеде күре тамыр мойынның ортасына жіберіледі. Ұсақ малдарға күре тамырға немесе қарынның ішкі жағындағы венаға жіберіледі. Тері үстіне қатты, сұйық, жұмсақ дәрілік формалар қолданылады. Негізінен жергілікті әсері бар дәрілік заттар қолданады. Тыныс алу жолдары арқылы көбінесе ингаляциялық наркоздар беріледі. Кілегейлі қабығына ауыздың, мұрынның, көздің тыныс жолдарының, несеп шығару жолдарының кілегейлі қабығына енгізу жүргізіледі. Бүгінгі сабағымыз осымен тәмам болды. Үйге тапсырма: дәрілік заттардың организмнен бөлініп шығуын оқып келу. Айтжанов, фармакология, 45-65 бетте. Біз үйде қашықтықтан оқимыз. Біз біргеміз.